Серік, қанша уақытқа бара жатсыңдар? Бұйыртса, 2 аптадай болып келеміз. Асықпаңдар, 2 апта аз емес па? Мама. Балам, барғасын хабарласып тұрыңдар, жақсы ма? Бір-біріңе қарап жүріңдер сосын. Менде телефон жоқ қой. Қалай жоқ? Қарындасында бар емес қой? Айтпақшы Моля. Екеуіңізге жетеді бір телефон. Бершеші өзің телефоныңды. Бәрібір отпусқа жеймізсің ба? Я, айқайлай бермеш, береміз, не от соншама? Мә, ұста. Балам, ана, телефонға бар ғой, электр Қайрат, сварщик Нұржан звондап қалса, көтерме түсінен бе? Жұмыстан істеп қалуы мүмкін. Жарайды. Түсіндің ғой, да? Давай. Сосын телефонмен көп ойнай бермеш, бұзасың. Ту, папа, ойнамайым. Точно ма? Иә. Мына кітаптарды не істеп жүрсің? Басың кез келген затты қондыра бермеш, осы. Оқысын кітапты. Нағашыларына ұқсайтын болғансын оқиды. Бұйыртса ғалым болады. Жаным менің. Что там, Ерақа? Айта бер. Ерақа демеші маған. Ой, әкең ғой мен сенің. Қой екен, мә, сен айтты жолыңа керек болып қалар. Ой, мен ғой саған 5000 теңге бердім. Бер қалған ақшам балаға. Мә, айтпаш, мә. Ой, айналайын, саған жолға тамақ алып келдім, міне. Ой, Хажер. Ішінде қазы бар, құрты бар, мінекей. Шай әкелдім, міне. Әжесінің баласы шай жақсы көреді ғой. Ой, жаным. Салып қойайын ба? Иә. Сағындым деші, ұнатым деші, шуақтым деші, менің арманым деші, бауырымын деші, жаулымын деші, менің. Айгүл, сәлем. Сәлем. Әкел мен алайын. Жоқ, рахмет, өзің. Әкел өзің. Мама, қалайсың? Жұмысыңызға не болды? Жұмыс өмірі бітпейді, үлгеріп келдім ғой. Жарығым, жолың болсын, құлым, сәттілік. Мен саған сенем, алтыным. Айтпақшы, мынау саған. Ой, қайда кетіп қалды? Ой, мама, керек емес. Мен үшін үлкен ер азамат болдым. Бала анасы үшін әрқашанда сәби болады. Бір керегіңе жаратарсың, құлым. Алтыным сол. Жарығым, жолың болсын, құлым. Рахмет, сағынамын сізді. Қалдарыңыз қалды. Қызым, зачем тебе аулские команды? Ты же можешь в городе заниматься своими танцами. Пап, может, хватит меня уговаривать? Я выросла здесь и все детство провела в этом ауле. И я хочу танцевать только с ними. Они мои друзья. Жарайды, мә. Мынаны ал керек болады. Керек емес маған. Отдай свои тоқалки. Саған керек емес болса, мен алайын. Удачи, доченька. Ты мне не мама. Ассаламуалейкум, дер. Оғалейкумассалам. А чё стоим? Опаздываем уже, поехали. Ай, тұра тұрыңдар, біздің шал бата берсін. Давай, сәрсен, айырып тасташы. Ал, қолдарың жайыңдар. Амин. Жолдарың ақ болсын. Костюмдерің шақ болсын. Ауылдың мерейін көсіріп, мың бұралған бишілердің арасында 2000 бұралып, бірінші орын алыңдар. Арам тамақ жемеңдер, орын алмай келмеңдер. Все, кет, опаздываем уже. Жолдарың болсын, жақсы. Ал, жолдарың болсын, жолдарың болсын. Беттеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана. Қолымда қызыл гитара, ей гитара, жаным гитара. Айбар, телефон зарядсыз отырайын деп жатқан жоқ. Жоқ. Меніңше өшетін сияқты дұрыстап қарашы. Жоқ, 44% бар әлі. Айбар, иди присядь. Ты что, не понимаешь намек?
Аягөз. Ау. Мынау саған. Рахмет. Не істеп жатсың? Тазын деп жатырмын. Дайындап қойып жатырмын. Biz ömür süremiz bilmen, biz ömür süremiz bilmen, şaşama. Мың бір арман жігіттің қыранымен, мың бір алған жорғаның сылаңымен, біргемісің. Салған әні, бұл жорғаның өнері арналады сіздер үшін. Біз өмір сүреміз білмен, біз өмір сүреміз білмен, я солай. О, Серик, вот здесь будете жить. Смотри, какой классный хостел. Давайте, қыздар. Справа, короче, мальчики слева. Кто постарше, вот пусть снизу лежит, помладше сверху. Серик, а я тут неподалеку. Сізде хостелда ма? Почти хостел, Серик. Какая разница, а? Давайте спите, завтра с утра поедем костюм выбирать. А тут есть Wi-Fi? Серик, разберись со своим Wi-Fi, Дима, Wi-Fi, Дима. Хорошо. Юхтандер давайте. Серік ағай, Wi-Fi. Тасташы телефонды, Айбар. Қайықта Wi-Fi? Жайғасып алыңдар бірінші. Пошли. О, Моля. Садись. Не волна. Тихо. Моля. Аягөз, біз Жорға командасымен сен келіп жеткен туған күніңе шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Қымбат сыйлық беретін бізде ақша жоқ. Зато бізде саған күтпеген тосын сыйымыз бар. Соны қабыл ал. Жандос. Қырдың қызын, мөлдір қара көздері, шашы ұзын, перизаттай көзіме елестейді, арқасында көргенде құс бұрамын. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз, қырдың гүліндей құлпырып тұсыз. Шашы ұзын қыз, жанары мұңсыз, күлімдей нұрланып жүрсіз. Шашы ұзын қыз. Бармен, виски? А, не, самый дорогой виски. Шашын қыз, қандай
сусыз, қырдың гүліндей құлпырып тұрсыз. Шаш ұзын қыз, жанарың мұсыз, күнде күлімдей нұрланып жүрсіз. Шаш ұзын қыз. Айгерим Булат. Айгерим Булатова. Это вы. Вы тоже остановились в этой гостинице? А где, по-вашему, я должна была остановиться? А можно я вас угощу, Айгерим Булатова? Бармен, виски? А давайте выпьем. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз, қырдың гүліндей құлпырып тұрсыз. Шашы ұзын қыз, жанары мұңсыз, күндей күлімдей нұрланып жүрсіз. Шашы ұзын қыз, шашы ұзын қыз. Вы кто? Вообще-то меня Карина зовут. Но ты весь вечер меня назвала Айгерим Булатовна. Айгерим Булатовна? Угу. Айгерим Булатовна? Айгерим Булатовна! А можно я вас угощу, Айгерим Булатовна? Бармен, виски! Короче, Айдарик, я поехала. Мне нужны деньги. Нет у меня денег. Ну, тогда, наверное, вся страна узнает, какой у нас культурный директор Дома культуры. Ага. Так что, дорогой, гони бабки. Сейчас. Спасибо. С вами приятно иметь дело. Вы продлили свою должность на очередной срок. Бро, салам алейкум. Займи денег, пожалуйста. Айдар, откуда у госслужащих деньги, а? Алло, братуха. Айдарик, брат, откуда у госслужащего столько денег? Извини, сейчас не то время, я тебе помочь совсем не могу. Что выбрали, белый или черный? Оформляй оба. Родной. Брат, ну откуда у госслужащего деньги? Казахстан тебе? Зачем в госслужбе работаете, а если бабки замучить не можете? Так. О, 100% вариант. Асике, ассаламу алейкум. Валикум ассалам, Айдар, братишка. Молодец, что позвонил. А то все куда-то потерялись. Потерялись? Асике, я по делу звоню. Займите денег, пожалуйста. Помогу, конечно, помогу. Только освобожусь и помогу. Алло, Айдар Олегович, костюмге қашан барамыз? Серик, у вас номер готов? Тогда репетируйте, что ты ко мне звонишь? Серік, бәрі дұрыс па? Біздің дайынбыз. Бастайық репетицияны. Әрине. Болды, дайындаламыз. Кеттік. Қос құлағыңа айтшы бұл әнім ұнады ма? Сыздап жатқан жүрегің емделіп жұбанды ма? Қос құлағыңа көңілге жақсы күйір алды ма?
сәттік тәтті сезімге себепкер бола алды ма? Сен оңайсаң, қиналсаң кейде, сен қуансаң, қиялдасаң, әнімді тыңда. Что там, Серик, выбрали? Иә, дайынсыз ба? Дайынмын, давай быстрее. Қарсы алыңыздар, Жорға би тобы. Айдар Аликович, біз егер дәл осы костюмдермен билейтін болсақ, точно бірінші орын аламыз, е? Серик, в этих костюмах, конечно, вы супер выглядите, да. Но запомните, победа не зависит от вашего внешнего вида. Понятно? Так что... Да не переживайте, возьмем мы эти костюмы. Нормально. Браво, браво! Тамаша. А сколько стоят эти наряды? Все вместе 1 300 000. Отлично. Тогда я и беру за 1,5 миллиона. Женщина, подождите. Вообще-то мы уже покупаем эти костюмы? Да. Они расплатились? Нет. 1 500 000. На то пошло. 1 600 000. 1 700 000. Тоқтаңыз, кешіріңіздер. Түсінесіз бе, біз ауылдың намысын қорғау үшін жарысқа бара жатыр едік. Сол үшін біз алуымыз керек. Мне пофиг. У меня завтра кудалых. 2 миллиона. Я беру. 2 миллиона? Ребят, ну нет таких денег. Ну не растрать, 2 миллиона беріп жатыр. Енді қайдан білемін мен, жоқ мұндай ақша. Серик, вы в автодоме идите, ждите меня там, хорошо? Я сейчас подойду. Келен, давайте. Айнурчик, ты как всегда молодец. Постоянно меня выручаешь, браво. По тебе театр плачет, Айнурчик. Айдар, грех обманывать детей. Ой, только ты меня здесь не лечи, а? Все, давай, Айнур. Я у тебя в долгу, короче, Рахмет. Чего стоишь, уши греешь? Бегом в автобус! Так, я не понял. А чему мы без настроения сидим, а? Ну не получилось костюмы купить в Ахтау. Купим в Атырау. В Атырау? Точно купим эти костюмы? Обещаете? Моля, я тебе как директор Дома культуры Ахбулакского аула обещаю.
Уже звучит сомнительно. Не, ну ладно, не как директор Дома культуры. Обещаю как. Какая разница, а? Айттым ғой аламыз деп аламыз, значит. Сомневаются. Оларды Астанаға апарасың, олар еще болданады. Всем привет! Мы приехали на заправку. Сейчас мы идем в магазин, чтобы купить те вещи, которые нам нужны. Айдар? Қалайсың? О, Қайрат Жүсіпбеков. Салам алейкум, класстас, қалайсың, как дела? Ничего же. Что, таксуешь, что ли? Да не, завязывай, ты че? Я сейчас директор Дома культуры в Абулавском районе. О, ничего себе, Да. молодец. Вот детей в столицу на фестиваль везет. Друс. А ты чем занимаешься? А я в нефтяном бизнесе сейчас уже. Я лет 5 уже как. Круто, круто. Сонда. А что за компания? Компания емес. Заправщик. Что там, 92-й, 95-й? Қайсысын қояйын? Багыңды ашып жібер. Так, что-то қарны ашты, Серік. Давай осы жерде тоқтап, мына жерде столовый бар. Барып тамақ ішейік. Столовый не керек? Ауылдың барлығы тамақ беріп жүрген жоқ па? Қыздарға айтайын дайындасын. Аягөз, Айка. Тамақ дайындап жүріңдерші. Серік, картошка, жұмыртқа керек емес. Дұрыстап тамақ ішейік. Сіз бірінші дастарханды көрсеңізші. Басында қамажайдың бір талығы айрылып, қамажайдан болдым күлкі. Айрылып қамажайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі. Қайсы дастархан? Қараңыз. Ё-моё! Нағыз қазақтың дастарханына не жетсін, не? Айтпаңыз. Еще қазақи костюм болғанда вообще күшті болатын еді. Да. Если бы не вчерашняя Пашка. Да, Айдар Олегович? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, құрметті оқырмандар. Дәл осы амандасып тұрғанды көріп тұрған болсаңыздар, соңына дейін серияны көріп шыққандарыңызға сенімдімін. Алтын уақыттарыңызды бөліп, соңына дейін қарап шыққандарыңызға үлкен рахмет. Енді бір сериясын көруге жарты сағат кеткенмен, бұның ішінде қаншама еңбек, қаншама тер жатыр. Еліміздің жартысын арладық. Осы проектке дайындаламыз деп 1,5 ай ерте барып, биге дайындалдық. Айта берсек өте көп. Енді осы серия ұнаған болса, достарыңызға, бауырларыңызға, группаластарыңызға ссылкасын жіберіп, тым болмаса бақытты отбасы деген чат бар ғой бәрімізде WhatsApp'та, соған жіберіп қойсаңыздар, отандық дүниені қолдағандарыңыз болатын еді. Біз үшін ол үлкен бір қолдау болушы еді. Сол үшін сіздерге алғыс айтамыз. Көп рахмет. Қалың кейін сәулетайым